тенмен бәрін бояп болғаннан кейін жаңағы консилерге немесе тональды кремге арналған кисточканы алып, мен тональды креммен жасағанды жақсы көремін, өйткені беттің кожасын тонмен бірдей болады. Консилер ол бір тонға ғашық болғаннан кейін кішкене онша емес болып көрінеді. Міне қараңыз, тоже наивысшая точкаға қоясыз. Бұл өшіргіш сияқты. Артық жерін алып тастайсыз. Бұлай қатты сор жерменіздер, қастың формасын құртып аласыздар. Ақырын асықпай жұмыс істесеңіздер, бәрі өзімен өзі жақсы шығады. Сосын астына қарай растушевка жасап жібересіздер. Қастың ұшы өте жіңішке болу керек. Және жоғары жағын алып тастайсыздар. Мысалы, мен андай болып қалды менде де. Сіздерде де ондай болуы мүмкін. Дұрыс шықпай қалып жатса, қатты настроениелеріңізді түсірмей, спокойно жөндей салуға болады. Сіз мысалы клиентті бояп жатқан жоқсыз, өзіңізді бояп жатырсыз. Жаңа көгаль қойдым жоғары жағынан, сол үшін кішкене қосып жіберем. Мінекей. Так, бірінші жағы бітті. Кейбіреулер астын, үстін қатты анық болғанын қалайды, енді білмеймін. Енді қазіргі заманда бәрі более натуральный макияж деп айтады, нюд. Соған келерсіз. Сол үшін мен қатты етіп асты үстін сызбаймын. Мына жерде де ұшы қалың болып тұр, артығын алып тастайын. Біреуге былай ыңғайлы. Маған мысалы үстің жағын мен маңдай қолымды қойып қоямын да, былай алған ыңғайлырақ маған. Әркім өзінің ыңғайын тауып алады. Мінекей. Қасыңыз қалыңдау болып кетсе, ақырындап жіңішкелетуге болады. Вот, қасымыз дайын. Егер де темный болып кетті десеңіз, но тарақшықпен расческамен тарақ жерсеңіз, артық теңдерді алып тастайды.